мынау қазіргі кезде байқайсыздар ма, мынау психологтар ретрит деген нәрсені көрсетіп, ұсынып, жұртқа өткізіп жатыр, жұрт оны алып жатыр. Негізі психологияда оның орны ретрит деген демалыс қой, қазақ тілінде айтқанда. Демалыс адамға неге керек? Және де мен жалпы демалысты айтпаймын. Осы бір рухани демалыс деймін ба, қалай айтсам болады екен. Демалыс деп айта берейінші, сосын кейін реттеймін. Негізі уақыт-уақытымен адам демалу керек. Неге? Өзіңіз қараңызшы, сіз қазіргі заманда қандай заман өмір сүріп жатсыз? Біріншіден, информация тола заманда өмір сүріп жатсыз. Телефон ашсаңыз, түрлі информация, күніге жаңалық, күніге бір жаңалық емес, күніге бірнеше жаңалық, арқасынан жете алмайсыз қуалап. Екінші тема, екінші тақырып осы жердегі. Адамның бір өмірде бір мақсат қояды ғой. Сол қойған мақсатыңыздың ішінде міндетті түрде ортадан кесе көлденеңдеп шығатын қарсылықтар шыға бастайды. Мүлде мақсатыңызға қатысы бар, немесе мақсатыңызға қатысы жоқ дүниелер шығады. Мысалы, сіз жол жүріп келе жатсыз, бір нәрсені мақсатқа қойдыңыз, ортадан бір нәрсе шығады, әйтеуір сізді тоқтатады. Ойыңызды бөледі, оңға, солға бөледі. Не бала шаға, не ағайын туыс, бір жақыныңыз қайтыс болып кетеді, пәленше ауырып қалады. Жаңа сіздің жұмысыңызға қатысы жоқ, немесе өмірлік бір алға қойған дүниеңізге қатысы жоқ. Немесе басқа да түрлі өзіңіздегі денсаулық мәселелер. Міне, осындай түрлі проблемалар адамды энергиясын, әл-қуатын, күшін оңға солға тартқылап жұлғылай бастайды. Уақытыңызды кетіре бастайды. Уақыт, энергия, күш, қуат, барлық нәрсе есептеулік берілген адамға, осының барлық жан-жаққа тартыла бергеннен кейін адам өзінің күш қуатын жоғалтқаннан, өзінің алға қойған бір мақсатына деген мотивациясын жоғалтқаннан өмірі жан-жаққа тарқай бастайды. Екіншіден, байқайсыздар ма, адамның проблемаларының көпшілігі негізі өзінен да және өзінің ойынан. Адам өзінің ойын басқарамағасын түрлі ойлар келеді. Өйткені интернетті ашасыз, кино көресіз, жаңалық естесіз, тіпті қызықшылық, әртүрлі тиктокты шұқып отқан кезде де ойлар, түрлі нәрселер сіздің миыңызға ұрланып кіреді. Осы ойлардың барлығы сізге тыныштық бермейді бәрібір. Ортадағы алға қойған фокус дейді ғой, мысалы бір мотивацияға қойып, бір қатты қызығушылығыңызды бір жаққа жүріп баратсаңыз, сіздің фокусыңызды жан-жаққа қарай тарқатады. Яғни себептер сыртқы, ішкі, сіздің ойыңыз, көңіл күйіңіз, денсаулығыңыз, осы себептердің барлығынан сіз белгілі бір дәрежеде шаршайсыз. Ендеше осы нәрселерді шығармай, реттемей, дұрыс демалмай, сіз алға қойған мақсатыңызға жете алмайсыз біріншіден, сосын өміріңіздегі мынау күш, энергияңыз жан-жаққа тартылып тұрған сияқты болып, мақсатыңыз да көз алдыңызда сағым сияқты көлегеленіп кете бастайды. Құрметті жақсылар, бұл заманауи өмірдің тірлігі. Яғни осы заманда сіз демалуыңыз керек. Біреулер енді сол демалысты өз-өзіне қателікпен демалады. Мысалы, жұмыстан келеді, тикток шұқиды, демалып отырмын деп ойлайды. Ол арзан дофамин алып жатыр. Арзан дофамин алғаннан, яғни сен анан түрттің, бір кішкентай қызықшылық көрдің, сол арқылы миыңда алданасың. Ал негізі сен еңбек етіп, соның рахатын көруден ұзақтап жатсың, және миыңды жалғаулыққа үйретіп жатқанның себебінен алға қойған мақсатыңа сен жете алмауға энергия жоғалтуың бірден бір көрінісінің осы себебі. Енді осындай түрлі нәрселердің сізге пайдасыз нәрселердің себебінен сіз күш қуатыңызды, энергияңызды, тіпті алға қойған қызығушылық мотивацияңыз жоғалтып быт-шыт болады өміріңіз. Осылайша сіз дұрыс демалуды үйренуіңіз керек. Ендеше дұрыс демалуды айтатын маман адамдар айтуынша, осы психолог мамандар, дәрігер мамандар айтуынша, адам басы шаршаса, оны физикалық демалу керек. Яғни іс-қимыл, спортта, қара жұмыста, үйдің жұмысы, әйтеуір сондай бір қара жұмыспенен айналысуыңыз керек. Және керісінше сіз қара жұмыстан шаршап келсеңіз, онда жұмыстың бәрін қойып, миды жұмыс істететін нәрсеге қарай, яғни ойды бәрін әрдайым осылай алмастырып отыру міндет болады. Демалыс ендеше сіздің шаршағаныңызға қарай ұсынылатын нәрсе. Біз Рамазан туралы сөзді бастадық.
Рамазанды айтқым келетіні, Рамазан айы негізі рухани демалыс айы. Оның мағыналарын Құрандағы иншалла тақуалық үшін келгендігін басқасын иншалла ертеңгі бір отырысымызда айтармыз. Ертең міндетті түрде қосыламыз. Ал бүгін мен айтпақ дүнием осы Рамазан бір ғалымның әдемі сөзінен естіп қалдым. Байқайсыз ба, Рамазанда не істейміз біз? Ораза тұтамыз, оразада сіз тамақтан, судан тыйыласыз күндіз. Бір, яғни физикалық өзіңізге тыйымдар саласыз. Бір ма? Тәніңіздің проблемаларын тоқтатуды үйренесіз. Екіншіден, ол шахуат мәселесін, нәпсіні тыя бастайсыз. Күндіз сіздің адал жарыңыз үйленген болсаңыз да, нәпсіңізді тыюға міндеттелінеді. Ендеше өзіңіздің нәпсіңізді адал болған нәрседен тыюды үйренесіз. Арам мұнда тұрсын, адал нәрседен тыюды үйренесіз. Нәпсі және дене. Нәпсі мен дененің құрсауынан бізге шығуды үйретеді. Ойлаңызшы, жыл 12 ай бойы біз өзіміздің нәпсімізбенен осы денеміздің бұйрығында жүреміз. Яғни шаршадың, ұйықтадың, қарның аштың, жедің, жаңа нәпсің тарттың дегендей өзің орындадың, мысалы бір кейбір нәрселер. Міне осындай барынша адал орындағанның өзі кейде тіпті адал тірліктердің өзі адамды тәнін және де нәпсісінің құлына айналдырады да біздің рухымыз күші азаяды. Рух күші азаяды. Иман күші азаяды. Біздің энергия күшімізді жейтін тән менен нәпсіміз күшейе бастайды. Жылына Алла Тағала бір мәрте, бір ай осы демалысты ұсынып берді. Яғни тән қалауы менен нәпсінің қалауын тоқтатуды үйрену. Оны мен әдейі айтып жатырмын. Бұны саналы түрде жасауымыз керек. Ризалықпен жасауымыз керек. Осы жерде жұрттың барлығына айтып атқан ретритна керемет ұқсастық бар. Менің инстаграмыма кіріп көріңіздер, дауыс шығып жатыр ма бір. Енді жақсы екен. Ретрит пенен Рамазанның ұқсастығы бар, ұқсамайтындығы бар. Ұқсастығы неде? Ретриттің бірден бір нәрсесі өз-өзімен жұмыс, өз-өзін жаңадан тәртіптеп реттеу, мақсаттарын жаңарту, фокусын реттеу, және сіз алға қойған мақсатыңызға әсер беріп атқан нәрселердің бәрін қарастырып, орнына қойып алып, қайта күш қуатты жинау, яғни энергия жинап, алға қарай жылжуға уақыт алып алу. Мен оны мынандай мысал айтар едім. Бір екі кісі бар ғой, мынандай екен, бір жігіт, жас жігіт, өте әл қуаты қайнап тұрған уақытында естіп қалады да, бір кісі, жасы үлкен кісі екен, 60-тарға тақып қалған кісі, мынау балташы дейміз ғой, орманда баяғыда қолмен шабады екен да ағашты. Сол әлгі үлкен кісі ең үздік балташ екен, жасы 60-қа жетсе де ең үздік балташ екен. Бір жігіт енді 20-25-те қайнап тұрған уақыты деген жетеп, кәдімгі анау ағаштарды қолымен жұлатындай күші бар кез ғой. Сомен ана кісіге келіп, аға дейді ғой, 60 ел ағасы тіпті қария болып қалған кездер, менімен жарысасыз ба дейді ғой. Кім көп ағаш шабады? Екеуі балта алып алады, бірдей балта алып алады. Сөйтеді да, уақыт белгілейді. Пәлен уақытта екеуміз балтаменен шауып жарысамыз. Бір күн жарысады да, мысалы таңғы сағат 8-ден кешкі сағат, мысалы қай уақытта күн батады? 5-6-да күн батса, қараңғы болғанға шейін, осы уақытқа шейін кім қанша ағаш шабады, сонша сосын тоқтап санаймыз дейді ғой. Болды. Келсет. Таңертең басталады, жігіт енді ана балтаны жақсылап қайрап алып келген, ана кісі де қайрап алып келген. Кетті деп сағат басталған кезінде екеуі бастайды ғой ұра. Анау жігіт деген енді алғашқы күш деген жетеді ғой 20-25-те. Орып, ағаштарды итеріп құлатып келе жатыр ғой енді. Бірақ байқаса, әрбір 40 минут немесе 1 сағат сайын әлгі кісі тақылдатып жанындағы адамды ағаш шауып жатыр ғой. Тоқтайды. Бір белгілі бір 3-4 минут, 5 минут тоқтайды. Сөйтіп қайтадан жалғасады. Бұл жігіт сол тоқтап қалғанда, ана кісі шаршады, тоқтады, мен ұра берем, мен әлі шаршамадым деп ұра береді ғой. Кешейін күшін азып,
тозып жеткізеді. Күн батады, тоқтатады, сөйтіп сол жерде санайды ғой енді. Кім қанша ағаш құлатты, жарығап келіп санайды. Сөйтсе әлгі кісі көбір ағаш шауып қойған ғой, 60-та болса да жас. Таң қалады ғой жігіт. Мен мүлде тоқтаған жоқпын дейді. Сіз әр 1 сағат сайын тоқтадыңыз. Қалай дейді ғой, сонда айтады ғой, қарасаңшы. Сен таңертеңгі қайраған балтаңменен шаптың дейді да. Балта бірнеше ұрылғаннан кейін жүзі қайтады ғой оны. Кешке шейін күшің қалмайды. Сен өзіңнің де күшің қалмайды, балтаңның да күші қалмайды. Осылайша кешке сенің продуктивность дейді. Яғни сенің жеміс беру әдістерің бәрі азайғаннан, міне осылай сен өзің ойла дейді. Таңертең ана күшпенен, балтаның күшіменен өзіңнің күшің мықты болып тұрған кезінде бір ағашты қанша минутта шабатын едің? Ал кешке жақын қаншалар шоқладың ана жерде? Ал мен дейді, әр 40 минут сайын тоқтаймын да қайраймын дейді балтаны. Қайрап атқанда өзім де демаламын, балтам да қайралады дейді. Міне, демалыс, ретрит деп айтамыз. Демалыс міндетті түрде адамға қажет. Осы Рамазан айы әрбір мұсылман адамға ендеше дәл осындай қажеттілікке сайып келеді. Енді айтпағым, білесіз ба, біздің нәпсіміздің қалауы бар. Ол адал болса да, бізді нәпсі қалауы адалынан беріп тұрса да бұзылады, бізді бұзып бітеді екен. Өйткені нәпс ләуама бізді әрдайым жамандайды, критикаға салады, осылай да шаршатады. Сіз адалынан беріп тұрсаңыз да нәпсіңіз сізді бәрібір өз-өзіне құлдыққа тыға бастайды. Екіншісі тән. Тән қалауының барлығын сіз барынша адалынан жасадыңыз. Көп адамдар білесіз ба, мұбаққа кіріп кетіп қалған. Мұбақ деген рұқсат етілген нәрселерге. Рұқсат, Алладан рұқсат қой. Қанша су ішсең рұқсат, қанша тамақ жесең рұқсат, қанша. Ал байқайсыз ба, қазір артық салмақ деген көп адамдарда бар. Артық салмақ неден шықты? Аз қимыл көп тамақтан шықты. Қарапайым дүниеде айтқанда. Енді оның да басқа себептері бар шығар. Яғни адалынан тамақ жесе де адам семірді. Организм бұзылады, семіргеннен кейін денсаулығының бәрі қирайды. Ендеше тіпті адал тамақтың өзі сіз нәпсіңізге, тіпті тәніңіздің рахатының бәрін адалынан рұқсат беріп тастасаңыз да, сізге зияны жетеді оны. Сіз тән қалауының құрсауына айналасыз. Мысалы, шай ішпей жүріп, бас ауруы болып, шайхорлыққа түсіп қалғаныңызды білесіз. Мысалы, байқайсыз ба, ораза кезінде түс уақытында тамақ жемейсіз. Тамақ жемегендіктен, қолыңыз бос қалғандықтан, кейде бос уақытын адам өзінің қолдануды үйренбегендіктен не істерін білмей қалады. Сөйтсе, қарын ашпаса да бір жей береді екенбіз ғой біз кейде. Тамақты қарның ашпайды, бірақ қызық үшін, басқа үшін адал тамақ жеп жатсыз, еш нәрсе жоқ, бірақ уақытыңызды құртып жатсыз, күшіңізді құртып жатсыз, денсаулығыңызды құртып жатсыз, және тәннің құрсауына түсіп жатсыз. Ендеше аскеза деген дүние бар. Психологияда осын солай деп айтады. Адам өз-өзіне белгілі уақытта аштықпенен, белгілі уақытта кейбір өзінен рұқсат етілген нәрсеге рұқсат бермеу арқылы өмірінің дәмін көруді үйрететін нүктелер. Мысалы айтайық, сіз тәттіні жақсы көресіз. Шоколадты мысалда, Қазақстан шоколады кім жақсы көрмейді айтыңыз. Жақсы көрмеймін деп көріңізші, жалғаншы боласыз ау. Мысалы, сіз өзіңізге 40 күнге сол шоколадты жегізбей қойыңыз. Бірақ бір шартыменен, күніге алдыңызда тұрады ол. Күніге алдыңызда ашып қойып қойасыз. Дастарханыңызда тұрады, бірақ сіз қарайсыз да жемейсіз. 40 күн. 40-шы күн болған кезде өзіңізге шоколадтың бір төрт бұрышын жеуге рұқсат беріңізші. Көресіз, жасап көрсеңіз. Мақұл, ұзаққа кетпей қойыңыз, 10 күн беріңізші. 10 күннің ішінде білініп қалады, маскаңыз шешіліп қалады. 10 күннің ішінде әлгі төрт бұрышты шоколадты аузыңызға салған кезде білесіз ба, ана миыңыздағы гормондардың ұшқанын, кәдімгі анау радуган не дейді қазақшада? Кемпір қосақ, миыңыздағы ана дәмнен кемпір қосақтар шығады ғой. Не деген рахат болады. Дәл сол сияқты Рамазан бізге тән құрсауынан, бір ма? Екіншіден нәпсінің құрсауынан шығуды үйретеді. Бұл бізге не береді? Артық энергия береді. Артық фокусировкаға күш береді. Алға мақсатымызға жәрдем береді. Денімізге саулық береді. Өзімізбенен бос уақытымызды көбейте бастаймыз.
өзімізді тәртіптеуге сана береді дейміз. Өйткені пайғамбарымызда хадис бар, білесіз ба? Рамазанның тағы бір нәрсесі, сенің дейді, өтірік сөзді, өтірік куәлікті қоймағаның дейді, сөйтіп жүріп ораза тұтқаның әшейін жүрген аштығың болады деген сөз бар пайғамбарымызда. Яғни ораза кезінде адам тек қана нәпсі қалауын емес, арам нәрселерден одан да қатты тыю керек. Тілін тыю керек жаман сөзден, балағат сөзден, өтірік сөзден, өсек сөзден. Көзіңізді, құлағыңызды жамандықтан барынша тыйсаңыз, 30 күн өзіңізді осылай тыйып жұмыс істесеңіз, сіз жеңіске жеткіштерден боласыз. Орысша айтқанда достигатор деп айтады. Сіз мақсат қоясыз, және соған жететін боласыз. Себебі Рамазан сізге жігер береді, энергия береді. Сізге бос уақытыңызды пайдалануды үйретеді, өміріңізді тәртібін үйретеді. Күшіңізді жұмсайтын артық күш қуат тауып береді. Бірақ бұның барлығын сіз міндетті түрде саналы жасауыңыз керек. Осознанно дейміз. Саналы түрде жасамасаңыз, о Рамазаныңыздың бәрі әшейін нәрсе. Мен қанша адамды білем, ораза тұтады, жұртпен қосылады, жай ғана оразасы өтіп кетті. Қалай болды десе, о, күшті болды дейді. Оның күшті болды деген ауызжасарда қиқың-сиқың әңгіме, жігіттермен жүрген бір күлдіргі уақиғалары болды. Рамазаннан басқа дым қылмайды. Рамазан ондай емес. Ал білесіз ба, енді ретриттан өзгешелігі және артықтығы Рамазанның. Біріншіден, Рамазан ғибадат ол, құлшылық. Сіздің әрбір нәрсеңізге сіз сауап аласыз. Ақыреттік дорбаңызды үлкейтесіз. Қияметте есеп қисабыңыздың реті тәртіптеледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, кім сондай сөз бар пайғамбарымызда. Ораза тұтатын болса, Алла тағала айтады екен ғой, мен оның сауабын жеке берем, басқа амалдарға қоспай берем дейді. Рамазандағы оразаның сауабы өзгеше болады. Ендеше бұл жай ретрит, Сіз оған еще ақша төлейсіз. Бір психологқа барып, мына жерде тегін. Алланың бұйрығын орындап жәннатқа жетесіз. Жәннатта Раян деген қақпа бар. Ол қақпадан тек қана оразашылар кіреді, және басқа адамды кіргізбейді деген сөз бар. Рамазанды кім жақсы көреді? Сол қақпа соның кіретін жері болады. Құрметті жақсылар, Рамазан айын руханиятқа байғып өткізіңіз. Саналы өткізіңіз. Әйтеуір ағып атқан суда, ағып атқан бөрене ағашы болмаңыз. Бәлки саналы түрде өзіңізге мен адал ас болса да өзімді тыйдым деп тоқтатыңыз. Нәпсіңізді тыйыңыз. Күнделікті өміріңізді реттеңіз. Ал бос уақытыңызды тәртіптеңіз. Тәртіптеу қалай болады? Рамазан айы құлшылық ғибадат айы. Құран айы. Рамазан айы зікір айы. Өз-өзіңізді тәртіптейтін, өз-өзіңізді реттейтін ай. Яғни сенімділік, өз-өзіңізге қате кемшіліктеріңізді түзету, артық ашушаңдық, жаман сөз, балағат сөз, қырсық әдеттер, осының бәрін Рамазанда тастап өз-өзіңізбен жұмыс жасайтын ай. Жай ғана ай емес. Рамазанда жаман мінездерді, жаман әдеттерді тастаймыз. Жалқаулық, құмарлық, уақытыңызды зая кеткізу, жаңағыдегі жастардың бекерге кафе-мафиге барып, айдалаға ақшасын шашып келуі, пайдалы өткізсеңіз бір бөлек. Достарыңызға арнап өткізіп, бірақ сол дастарханыңыз Аллаға жақындататын дастархан болып өтуі, ол бір бөлек әңгіме. Және де осы Рамазанда сигарет тастаймай жүрем деген адамдарға міне пайдалы уақыт. Тастауға жағдайыңыз бар. Өйткені таңнан кешке шейін сіз тастай алдыңыз, арғарада күшіңіз жетеді. 100% жетеді. Ендеше сіздегі әшейін әдет болып қалған нәрсе бар. Ол сіздегі бір сұраныс емес жүрегіңіздің. Сіздің нәпсіңіздің де сұранысы, сіздің тәніңіздің де сұранысы емес. Рамазан тәннің және нәпсінің құрсауынан айырылатын ай екенін ұмытпаңыз. Ендеше осы айды осы бір ұран менен тән құрсауы, нәпсі құрсауынан айырылайық және өзіміздің рухымызды байытайық деп өткізсеңіз екен. Рамазан айы өзімізді зерттейтін, қате кемшілігімізді түзететін, барынша алға қарай өзімізді сүйреуге күш қуат жинайтын ай. Рамазан айында дүние тіршілігін азайтыңыз. Өйткені
сәләф салихтарымыздан, үлкен ғалым, үлкен ғұламалардан, әулиелерден қалған сөз бар. Рамазан айында көп ғалымдар беретін сабағын да тоқтатып қояды екен. Сөйтіп, өздері көп Құранға отырады екен, көп құлшылыққа отырады. Оның себебі өз-өзімен жұмысқа отырады. Яғни, бір жыл бойы Алла үшін жұмыс істеді, енді бір ай өз-өзімен жұмыс істейтін уақыт болады. Міне өзіңізге уақыт арнайтын, өзіңізге күш жинайтын, бүкіл істеріңіздің бәрін былай алдыңызға қойып, мынау жақсы деп жақсыларыңызды алып қалып, мынау жаман амалдар деп тастап, қайтадан оралмайтындай қылып тәубе қылатын ай екен. Рамазанды тәубемен бастаңыз. Бекер айтпайды. Рамазанның әуелгісі, ортаңғысы, аяғы бар деп айтады. Ал біреулер айтады, Рамазанның алғашқы күнінен Алла тағала біздің күнәмізді кешіріп бастайды. Аяғына таяу және ең соңғы күні Алла тағала өте көп кешіргені сонша деп айтады. Алла тағала сол күндері жомарттығы басқа ешкімге ұқсамайтын жомарттыққа айналамайды. Ойлаңызшы, Раббымыз жомарттық жасаған. Ендеше Рамазан айында пейіліңізді жомарт қылатын, қалтаңызбенен жомарттық жасайтын, мінезіңізбен, тіліңізбен жомарттық жасайтын ай екен. Осы ай берекелі болсын. Сауда саламат болыңыздар. Бай, мықты қылып, руханиятқа толтырып өткізіңіз. Тілекшіміз.